Сәлеметсіздерме? Сіздермен бүгін дәмді панкейк жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, 2 жұмыртқа, сүт, қопсытқыш, тұз, қант және күнбағыс майы қажет болады. Сосын 2 жұмыртқаны саламыз, оған қантты қосып араластырамыз. Сосын көбігі шыққанша араластырамыз. Сосын 1 шымшым тұз қосамыз, және де күнбағыс майы қосамыз. Сосын сүт қосамыз. Сосын араластырамыз. Сосын ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Араластырып болған соң 3-4 бөлікке бөліп, ұнымызды осылай қасықтармен салып отырамыз. Осылай 3-4 бөлікке бөліп араластырып болған соң осылай қоп-қою болу керек. Табамызды қыздырып аламыз да, осылай келес жағына аударып пісіріп аламыз. Осымен панкейкіміз дайын болды. Менің каналыма жазылыңыздар, ұнаса лайк басып отырыңыздар, және де қандай тағамдар тағы да даярлап түсірейін. Комментке жазып кетіңіздер.